Мына дәрет мәселесі деген кезде осыны айтайыншы. Бұл көп айтылмайды ағайын. Дәрет деген кезде адам ана дәретханаға барып астыңызды жуу дәретке кірмейді вообще. Есіңізде болсын. Дәретпен мүлдем қатысы жоқ. Түсінесіздер ме? Бұны бір түсініп алайықшы жақсылап. Дәрет емес ол. Кейбір адамдар жаназаға баратын кезде де ақсақалдарымыз асты жағын жуып алады, сонымен не болды? Дәретім бар дейді. Ол дәрет емес. Дәретке кірмейді. Бұл сіз дәретханаға әрдайым барған сайын астыңызды тазалап ұстап отыруыңыз керек ол. Болды, сол нәрсе ол. Ал дәрет деген қолды жуу, бетті жуу, сол дәрет ол. Бұтты жуу дәретке кірмейді. Бұтыңыз жуылмай қалса да бетіңіз жуылу керек ол. Ол дәрет деген осы. Ашып айтайын. Иә. Ал енді соның үшін үш нәрсе бар, біріншісі жел шығарады адам. Жел шығарған уақытында дәретханаға барудың қажеті жоқ. Бізде дәрет ал десе құман алып туалетке кетеді. Отырасың ба дәретке десе жоқ дейді. Дәрет деген қолды жуумен басталды, бисмилля деп, соны дәрет дейді. Демек анан бармай қойсаңыз да болады. Егер әшін жел шығарып дәрет бұзылған болса, онда жаңағы туалетке бармайсыз, сыртқы дәретті ала бересіз бірден болды. Мейлі қандаймен шықса да, О, екіншісі кіші дәретке отырды адам дейік, алдынан кіші дәретке отырған кезде дәретханада не екен, қағаз бар, қалтамызда қағаз жүреді үнемі, сол қағаз, соны пайдалануыңыз сол жеткілікті. Ана басын су тамшысы киімге тимесін деген мақсатта кептіріп алсаңыз, сол жеткілікті. Жумай қойсаңыз да болады. Ал жоқ, мен жуам дейтін болсаңыз, ана ұшын ғана жуу керек. Дорбаны қайта-қайта жуа беріп, ауырмау керек та адамға. Ұшын ғана жуу керек, нәжіс шыққан жерді. Бұл жуылу керек сол нәрсе. Үшіншісі, одан кейінгісі үлкен дәретке отырған кезде, рас онайда қағазбен тазаланып, су бар болса, жылы сумен жуып, қайтадан кептіру керек. Осылай дұрысы. Ал егер сумен жуатындай да мүмкіндік жоқ болатын болса, немесе су қатты мұздай болып, кез адам қолданамауы мүмкін. Қыс аяз болып тұрған болуы мүмкін. Ондайда тек қана қағаз қолдансаңыз, сол да жеткілікті болып есептеледі. Өйткені мына үлкен кісілеріміз білет, ана дәретханада кей кезде кесек тұрады. Ол кесек не үшін тұрады? Ол ана қағаз жоқ қойған жағдайда ана кіші дәреттен ана тигізсеңіз сорып алады ана суды. Сөйтеді киіміңізді былғамайды. Соның үшін оған қолданады оны. Кіші дәреткенің. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда жүрген кезде үлкен дәретке отырып 3 тас қолданды деп айтқандығы да бар. Қағаз жоқ, су жоқ, мысалы, 3 тас қолданғандығы бар. Кейіннен сол дәрет алып намаз оқи берген. Жумаған ондайға. Демек не екен? Қағазбен тазаланғаныңыздың өзі ол жеткілікті болады деген сөз. Соның үшін жаңағыдай нәрсеге өтіп кетпеңіздер. Бұл не екен? Жел шығарған болсаңыз, бірақ дәрет қысып тұрған жоқ, туалетке бармайсыз. Сыртқы дәретіңізді алыңыз да намаз оқи беріңіз. Кіші дәретке отырсаңыз, қағаз қолданыңыз, су қолдансаңыз да, ана ұшын ғана жуыңыз болды. Сақтаңыз. Оны суық тигізіп алсаңыз, еркектігіңіз кетіп қалады ғой ол. Еркек сонысы мен еркек қой негізді, атақы. Оныңыз болмаса есек болып қаласыз. Жұмыс істейсіз, түкке жарамайсыз деген сөз да ол. Болмайды ол. Соның үшін қорғау керек. Қағаз оқып қоямыз ғой мысалда, трәп или қағаз оқып қоямыз. Сонымен намаз оқымайсыз бола ма? Болады ол, болады ол. Егер бірақ оған тамған болса, көрініп тұрған білінеді ғой, онда там болған білінсе, онда алып тастау керек онда ол кезде. Өйткені мынандай нәрсе, қандай киімге тиген кезде нәжіс болып есептеледі. Егер сізден шыққан бір тамшы, екі тамшы іш киімге тиген болса, ол нәрсе намазға зиянды емес. Оқи бересіз намаз, болады. Ол тек қана алақандай көлемді жаулап кететін болса, жайылып кететін болса сондай, алақандай көлемге, онда ол жарамсыз болып есептеледі. Түсінікті ме? Осы нәрседен иншалла. Болды, уақытымыз болып кетті, Оңыз расы. Сперма сөйле. Егерде іш киімде сперма қалса. Үгіті жібереді деген, ондайда. Ал егер су болса, жуады деген. Сулы болса, жуады, кеуіп қалған болса, үгіті жібереді деген.